12 саяхатшы, 12 ай. Ертеде бір кішкентай қалаға экипаж келіпті. Олар 12 адамды алып келіпті. Және олар жылдағы 12 айды білдіріпті. Әр қайсысында жеке төлқұжаты бар екен. Аздаған жүктер және сыйлықтары бар екен. Экипаждан бірінші адам шықты. Сақшы одан: «Сәлематсыз ба? Сізді қалай атайды? Сіз кімсіз?» Ол адам оған жауап бере: «Төлқұжатыма қараңыз. Онда менің атым мен мамандығым көрсетілген». Бұл қаңтар еді. Жылдың бірінші айы. Бүгін жаңа жыл күні. Ол сәттілік әкеледі және адамдарға жаңа жылда бақытты сезінуге мүмкіндік береді. Ол балаларға сыйлықтар мен қуаныш әкеледі. Бірақ оның басты мақсаты адамдарды көктемге дайындау. Содан кейін екінші адам шықты. Оның мейірімді және көңілді мінезі бар. Ол қызықты адам және цирк тобына жетекшілік етеді. Бұл ай ақпан. Ақпан айтты: «Мен бәрінің менімен бақытты болуын қалаймын, алайда адамдар әділетсіз. 12 айдың ішінде менің уақытым ең қысқа. Менде барлығы 28 күн. Бірақ кейде адамдар бақытты ұзартқысы келеді және маған тағы бір күн қосады. Кешіріңіз, мен кетуім керек». Үшінші адам шықты. Ол ауа райын болжайды. Бірақ бұл маңызды емес. Ол мұнымен мақтанбайды. Адамдар оған бәрібірде қуанышты, өйткені нағыз көктем келді. Төртінші адам оны асықтырады және тіл қата: «Шығыңыз, тезірек жүрейік. Сақшының бөлмесінде бізге шырын мен дәмді тағамдар бар». Мен осы иісті сездім. Бірақ шын мәнінде ол наурызды алдады. Өйткені бұл сәуір еді. Ол адамдардың көңіл күйін көтереді. Дегенмен, оның көңіл күйі өте өзгермелі. Ол қуанышпен күліп, қайғыдан жылай алады. Адамдар сәуірде әрдайым көп жаңбыр жауатынын айтады. Содан кейін экипаждан әдемі жас ханым шығады. Ол болса: «Мен мамыр айымын. Оның үстінде әдемі жасыл көйлек, шашында гүлдер бар және одан гүлдердің иісі шығып тұр. Ол нағыз әнші. Ал маусым өте ұяңғыз. Әрдайым кішкентай інісімен үйде болуды ұнататын. Оның кішкентай інісін шілде деп атайды. Шілде жеткілікті толық бала. Ол келгенде ең ыстық уақыт. Ол тек жеңіл киім киеді және суда ойнағанды жақсы көреді». Енді тамыздың кезегі келген еді. Адамдар оны құнарлық анасы деп атайды. Өйткені ол өте еңбекқор. Ол жемістер сататын, оның көп үйлері мен жерлері бар. Сондай-ақ балық өсіреді. Ол жақсы еңбекқор үй иесі және еңбекқор адамдарға дәмді сыра пісіреді. Бұл көп жұмыс істейтін адамдарға қажет. Тамыз бір жігіттің анасы. Ол суретші. Оған орманның барлық түстері ұнайды. Оның жүгінде тек бояулар мен қылқаламдар болды. Ол қатты ысқыра алатын. Ол орманда ысқырғанда оған күзгі жел көмектеседі. Ол әр жерге жарқын күзгі түстерді таратады. Бұл жігіт қыркүйек еді. Адамдар оны көргенде айтатыны: «Терезені жабыңыз, әйтпесе күз үйге кіреді». Содан кейін аңшы шығып былай деді: «Жабайы жануарларды аулауға уақыт келді». Кейде ол адамдармен жер туралы сөйлеседі. Бірақ адамдар оның сөздерін естімейді. Өйткені оның жанында біреу жөтелген еді. Бұл аңшы қазан болатын. Ал жөтелген адам қараша еді. Қараша ауру еді және үнемі жөтелетін. Бірақ ол бәрібір сыртқа шығып жұмыс істегісі келеді. Ақырында соңғы қонақ шықты. Адамдар оны от шардың анасы деп атайды. Оның қолында ағаш дәндері бар еді.
және бұл ағашты мұқият сақтап жақсы көремін дейді. Ол әдемі жаңа жылдық шыршаға айналсын деді. Адамдар оны жарқырауықтармен безендіреді. Оның бұтақтарына түрлі түсті шарлар мен әртүрлі жануарлардың суреттерін іледі. Ал жарқын жұлдыз өзінің жылы жарығымен бүкіл бөлмені жылытады. Кенет есік қағылады. Аяз ата келді және сыйлықтар әкелді. Осылайша жыл бойы 12 ай өтті. Сақшы оларды кезекке тұруды сұрады. Содан кейін олар қалаға кетеді. Бірақ тек бір адам ғана өте алады. Себебі әрқайсында тек бір ай бар. Сақшы болса, қаңтар бүгін сіздің кезегіңіз, өтінемін, өтіңіз. Міне, қаңтар қалаға кірді және жаңа жыл басталды. Бұл 12 шетелдік қонақтар 12 ай. Бізде де біздің қажеттіліктеріміз бен тілектерімізге сәйкес келетін 12 қонақ бар. Және біздің 12 қонақ әртүрлі сыйлықтар әкеледі.